Сәлем достар, бүгін мен өте дәмді салаттың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге сарымсақ, тауық еті, қызылша, ірімшік, ананас керек және араластыру үшін не қаймақ, не майонезді пайдаланамыз. Ол үшін біріншіден тауық етін филені алуға да болады. Жұмсақ жерін сүйексіз ұсақтап турап, майға қуырып пісіріп аламыз. Жарты ас қасықпен тұз саламыз. Араластырып, қақпағын жауып, 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Етіміз дайын болғанға шейін ұсақтап қызанақты тілеміз, ананасты тілеміз. Және де ірімшікті тілеміз ұсақтап. Ұсақтап сарымсақты тілеміз. Және де бәрін араластырамыз. Және қаймақ қосамыз. Қаймақ болмаса, егер майонезді пайдалануға болады. Салат өте дәмді болып шығады. Жылы салат өте тойымды және дәмді. Сіздер де істеп қараңыздар. Ұнайтынына сенімдімін. Тіркеліңіздер, әлі көпте салаттың рецепттерімен бөлісемін. Рахмет.